Қайырлы күн достар, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен гарнирге арналған осындай шашылып тұратын күрішті бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін күрішімізді алдын ала жақсылап бірнеше рет жуып, осылай құрғатып қоямыз. Содан соң қатты қызып тұрған майымызға күрішімізді салып, жақсылап араластырамыз. Күрішіміздің барлығы осылай майға араласуы тиіс, және де оттың асты міндетті түрде қатты шығып тұру керек. Күрішімізді шамамен осылай 30-40 секунд аралығында жақсылап қуырып аламыз. Және де дәмі шығу үшін мен аздаған осындай сары май қосып жібердім. Қаласаңыздар, сіздер де қоссаңыздар болады. Осылай күрішімізді жақсылап қуырып алғаннан соң үстіне жаңа ғана қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Осы кезде біздің суымыз қатты қайнайды, және бір араластырып, дәміне қарай тұзын салып, оттың астын ең баяу отқа қоямыз. Күрішімізді тағы бір араластырып жіберсе болады, және бетін жауып, шамамен 15-20 минут ішінде баяу отта пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің рассыпчатый, яғни шашылып тұратын күрішіміз дайын. Дәл осылай жасасаңыздар, сіздердің де күріштеріңіз осылай жабыспай пісетін болады. Ендігі кезекте күрішімізді гарнирге әдемі етіп ұсыну үшін осындай шағын немесе орташа кесеге салып аламыз да тәрелкемізге төңкеретін боламыз. Және жанына кез келген подлива салып, жақсы етіп ұсынсаңыздар болады. Сіздер гарнирді өз қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады. Мен аздаған үстіне аскөк септім. Және де менің видеом ұнап жатса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.